Риддер спортшылары жазғы мерзімнің басты оқиғасына 22-ші халық ойындарына дайындалуда. Олар 12-сінен 23-ші тамыз аралығында өңіріміздің бірден 2 қаласында өткізілетін болады. Риддерді халық спорты ойындарында мықты спортшылар танытатын болады. Облыс чемпионатының қорытындысымен қаламыздың намысын қорғайтын үздік спортшылар іріктелді. Биыл Шығыс Қазақстанда облыс әкімінің жүлделеріне ұлттық спорт ойындарын өткізу дәстүрін жаңғыртуда. Соңғы рет олар 2018 жылы өткізілген. Биыл өңір тұрғындарын және қонақтарын ауқымды спорттық мереке күтеді. Жарыстар бірден өңіріміздің 2 қаласында өтеді. Жылқы және ұлттық спорт түрлерін Зайсанда, ал жаппай көпшілік спорт түрлері Өскеменде өткізеді. Халық ойындары 22 спорт түрлерінен өткізіледі. Жеңіл атлетика, волейбол, футбол, үстел теннисі, садақ ату, арқан тарту, гір спорты, қол жығыс, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, бәйге және тағы басқаларынан. Риддерден халық ойындарына бірнеше спорт түрлерінен мықты спортшылар барады. Күні бұрын үздік ойыншылардан футбол құрамасы құрылды. Оларды облыс чемпионаты анықтады. Бүкіл өңіріміздің футболшылары бір жерде жүздесті. Үздік, мықты әрі лайықтыларды анықтап, өз қалаларын немесе аудандарын басты спорттық мерекеде таныту үшін олар жаңа бұқтырмада жиналды. Команды города Риддера сейчас активно готовятся к участию. Риддер қаласының командалары Зайсан және Өскемен қалаларында өтетін 22-ші халық ойындарына белсене дайындалуда. Өткен аптада футболдан жергілікті командамыз жаңа бұқтырмада өткен іріктеу турынан өтті. Оған облыстың түрлі өңірінен 12 команда қатысты. Риддер қаласының командасы 6-шы орын алды. Алдағы халық ойындарына қатысатын құрамы құрылды. Сонымен қатар волейболдан, садақ атудан командалар құрылды. Басқа түрлерінен іріктеу турлары өткізіліп жатыр. 12-сінен 17-ші тамыз аралығында Зайсан қаласында өтетін ұлттық спорт түрлерінен жарысқа қатысу үшін команда құрамы қалыптастырылуда. Командалар Риддер әкімдігінің атынан спорттық киіммен, тұратын жермен, тамақтануымен қамтылатын болады. Риддер қаласы жайдан жай спорт қаласы деп аталмайды. Сол себепті де жеңіске үміттеніп отырмыз. Спортшыларымыз мықты, жарыстардан үнемі алдыңғы орындар еншілейді. Үнемі дайындалады. Биыл өткен жарты жылдықта өте жақсы нәтижені жеңіл атлетика спортшылары көрсетті. Жеңіл атлетика мен президенттік жан-жақты күрес командалары іріктеу турынан соң құрылады. Біздің қала жалпы лайықты орын алып, көшбасшылар үштігіне енеді деп үміттенеміз. Ескере кету керек, Риддерде футболды дамытуға жылдан жылға көбірек назар бөлініп келеді. Қалада балалар жасөспірімдер спорт мектебі негізінде футбол секциясы, Адамант және Намат футбол клубтары әрекет етеді. Балалар футболымен 4-тен 16 жасқа дейінгі 300-ден астам балалар қамтылған. Ал Риддердің ересек құрама командасы 50-ге жуық кәсіпқой футболшылардан, спорт ардагерлерінен және осы көрнекті командалық ойынның әуесқойларынан құралған. Ересектер құрамасының футболшылары түрлі деңгейдегі чемпионаттарда Риддер атынан шығып қана қоймай, бастаушы спортшыларды жаттықтырады, доп қуу әуесқойларынан болашақ чемпиондарды өсіреді. Мен осы Риддер қаласының достық командасының жартылай қорғаушысымын. Енді алдымызда народный ойындар келе жатыр. Соған қатысып маңызды ойын Алтай және Өскемен құрамасына қарсы ойнаймыз. Сонда бар күшіміз саламыз деп ойлаймыз. Барлық жігіттерге сәттілік. Риддер футболшылары өзге спортшылармен қатар қаламызды ұлттық ойындарда танытуға уәде етуде. Оған Шығыс Қазақстанның барлық қалалар мен аудандарының атынан 13 құрама командаларынан 2000-нан астам адамдар қатысатыны күтіліп отыр. 22-ші халық ойындарының салтанатты ашылу рәсімі 18-ші тамызда спорт күні өтеді.